Ай, немерелі болсындар. Құтты болсын. Рахмет апа. Атын кім деп қойдыңдар? Марсель. Марғұлан деп қойдық. Кім деп қоямыз баланың атын, Марсель ма? Жағай, Марғұлан деп қоямыз. Жастар оттай бермесін. Документ бойынша Марғұланда Марсель деп еркелетеміз. Марсельдің жаңа қазақшасы Марғұлан екен ғой. Иә, екі аты бар да сонда. Шай ішіңіздер, шайдың алыңыздар. Көкем әңіз мін. Мен сізге шай қойып бермеппін ғой. Шай ішіңіздер, кәмпиттен жеңіздер. Қазір тамақ келеді. Астыма мінген атым Динадушка Шабамын көңіл ашып немін үшке Не стоит на свете жить етуге Азырақ ойнап күлмей маладушка Зулқияй, Рұқияй, Хатирай, Сағирай Гүлзипай, Назирай, Нағимай, Бәдимай Өмір өйстіп жалғаса бере ма, қайып? А? Не өмір жалғаса бере ма? Өмір жалғасады да енді, уақыт сенің қолыңда ма? Біздің қолымызда ма уақыт? Өмір жылжиды енді, уақыт жылжиды. Қалай ұстайсың оны? Өмір жалғасады. Мен сен негіз қайып шаршадым бар ғой. Осында үйдің тірлігі, мынанда ыдыс-аяқ жинау, жуу, кір жуу, ыдыс жуу, анау дегеннен вообще шаршадым ше. Қойшы, шаршап қалдың ба? Сен одан шаршаған жоқсың, білесің ба? Сен үйді кезіп, содан шаршадың сен. Құлмаш, не айтып отырсың? Қайып негізі ше, бұл үйге тағы бір әйел адам керек сияқты. Құлмаш, не айтып отырсың? Мен кету керек маған. Іші басайын чайыңды. Ертең. Ертең бір ақшайсың бос кеткеннен? Ертең азанда келемін. Арухан! Арухан! Не алып жатсың жерде, адам сияқты диванға жатпайсың ба? Аунап кеттің өзің. Аунап кеттің ғой дейді ғой. Отыр кел шайыңды іш. Не шақырған кезде уақытылы келмейсіңдер, Арухан? Бірің бір, екің мен қайда жасай берем бана шайды? Шақырды ма уақытылы келіп ішіңдер шайды. Қайда жасай берем ба мына жерде? Үш ақ адам тұрамыз үйде. Үшеуміз үш уақытта шай жейміз. Жындардан құсап. Не болды, мама, настроение жоқ? Или папа көңіліңізден шықпай жүрмін? Сен көңіліңнен шықпай жүрсің мен. Ой, ол мен постоянно шықпаймын ғой, қашан шығамын көңіліңізден? Арухан, қашан үйленесің? Басталды тағы. Не басталды? Адам сияқты айтып отыр ғой, қашан үйленесің деп. Гүлжанды қараш, немере сүйіп отыр. Маған сондай бақыт тілемейсің ба сен? Тілеймін? Сондай бақыт тілеймін. Бақытты болыңыз. Аумин. Мама, бірінші мен деген ақша тауып алмайын ба? Жұмыс істейін, ақша табайын, пора ақша табамын да, сізге үй алып беремін, стиральный машина алып беремін, папаға машина алып беремін. Сосын үйленемін ғой. Қыз деген қазір байға қарамайды қыздар, байлыққа ғана қарайды. Білесіз ба сіз? Қойшы, Арухан, өйстіп ақыл көзініп кетеді. Жұмыс істесеңдер, баяғыдан бері қаяқта жүрдіңдер. Қызың бар ма өзі сенің? Қызың бар ма жоқ па? Ұялып. Бар ма жоқ па? Айтса адам сияқты. Айтса бар ма жоқ па? Ялам дегенде сұрап тұр ғой, бар ма жоқ па? Жоқ. Деберме, айтса бар ма жоқ па? Қаяқтың қызы болады менде, мама, мына түрімді қарасай. Қыздың қызы да жоқ менде. Болса алмайын ба? Арухан, ничего не знаю, еш нәрсе білмеймін. Мен қыз тауып берем, соған үйленесің. Точка, болды. Түсінің ба? Шынымен мен бағам ба? Әлі сенемін ше. Өзім баласақтым әлі. Шәнім түрім қараш. Бұра өзім ғой. Не болды? 40 күн шыдасай сәл? Сонша көзбен жеп баратқаныңыз? Не ғой, Асылбек, тағын бірдеңе айтайыншы. Айтшы, екі нәрсе айтшы. Негізі, мына жүрсің болмайды негізі. Бәй, қайт жүрейін енді. Екі қолмен жүрейін ба? Жоқ, саған бір жұмыс істеу керек па, бірдеңе істеу керек. Жұмыс істеу керек па? Не, мама екең өйстіп айта бересіңдер. Жоқ қой, жұмыс табамыз ғой. Енді, Асылбек, білесің ғой, біз бұрынғыдай екеу емес, біз қазір үшеуміз. Тағы біреуің бар ма не сенің? Жоқ ой, қуасың ба? Мына баланы айтып жатырмын, баламен үшеуміз деп жатыр да. Дұрыс қой енді үшеуміз ғой. Не ғой енді, Асылбек, бізге көп ақша табу керек, көп ақша керек. Ертең мына баланың тамағы бар, жүргегі бар, киімі бар алатын. Жеткізе алмай кетеміз ғой ертең, білесің ғой. Үкіметтің берген жүргек пұлы бар шығар?
Асылбек, ұялмайсың ба? Жүрек бұл емес. Өкіметтің бір ай сайынғы 20 000 теңгесіне қай жыртығыңды жамаймын деп отырсың? Қай жағыңа жетеді, шағыңа жетпейді ғой. Жеткізе алмаймыз ғой. Не? Иә, Аштау керек, иә да. Болды ғой. Істейміз ғой, уайымдамашы, бәрі жақсы болады, жаным. Мен сен үшін, мына балам үшін любой нәрсе істеймін ғой, любой жұмыс істеймін ғой, білесің бе, ақша табу үшін. Ешектің артын жусам да табамын, уайымдама. Сенем ғой саған жаным. Сен еркек емеспін ба? Ей, бір зарлап қағыр екесің. Берім қоға жетіп алғаннан кейін. Әкең сияқты жылауық екесің бір. Мә? Қалайсың қыз? Жақсы, қалайсыңдар өздерің? Жақсы. Не болып пысық бұғын ұстап? Әшінде жумайтын кірлеріңді. Жоқ кетіпсің ғой. Ойбай, кір деген қопсып кеткен ғой, үйіліп қапты ғой. Жумасам қопсиды ғой. Не берші маған? 3 кесе күріш берші, палау істейік обедке. Қандай күріш? Жоқ, айналайын, күріш қойш. Обязательно бүгін күріш жеулерің керек па? Картошкама бір нәрсе қуырып жесеңдерші. Бір нәрсе сұрайды да келеді тұрады екенсің постоянно. Бопты ана, нет, Санялар птица істеп жатыр еді, осы птица заказ бере салам. Балдарым жеде жақсы көреді сол птицаны. Не дейді? Птица деймін. Санялар істеп жатыр ғой қазір өздері. Ай, пицца деп дұрыстап айтса құдай-ау. Өлі ана сөзің итальяндықтар есінбесін сен. Итальяндықтар не қылсын біздің сөзімізді? Жоғарыдағыларды қанжылағанымызды естімей жатқанда итальяндықтар біздің сөзін көтіне қыстырмайды ғой. Қоя берші, не ғой, не yapışsın? Бір күріш бере қалама деп ем, әшейінде менен сұрайсың ғой сен осы. Жоқ болып тұр ғой енді өзімізде де. Не болды азында келмедің ғой? Немерем екеуміз құшақтасып, 12-ге дейін бықсып ұйықтап қалыппыз ғой. Келін түнімен ұйықтамады ше. Сәл ұйықтап алсын деп былай қарай алып кеттім дағын. Екеуміз бет дегізіп ұйықтадық. Иіскеп па? Кайфеген я. Жаман қызғам ше сендерге ше. Ойбай, немере деген бөлек болады екен. Тіпті болады немере деген, күшті ғой. Иіскеп жатсаң рахат қой. Мен де кейде шаршаймын жанандай жұмыстардан ше. Үйдің жұмысы, сырттың жұмысы, қарамаймын ғой мен, білесің ғой. Кір жуам, ыдыс жуам, жұмыс істей беремін ғой. Айтмам мен саған. Үйлендір дедім. Үйлендір. Конечно, шаршайсың. Жоқ, үйлендіргенде үйлендіремін ғой. Қалай болады екен деймін да мен. Үйде 2 адам жүргені ше. Бір түрлі ғой деймін да. Өзім қалай сезінетінін түсінбей жүрмін ше, жаман. Қалай болады екен деп ол. Қызғанамын жаман. Қызғанасың. Негізі қызғанасың. Басында болады қызғану деген. Қызғанасың, әйтеуір бүйтіп жаңағыдай сәл жақтырмау деген нәрсе болады. Әке үйреніп кетесің ғой сосын. Қызым жоқ деп жатыр ғой. Қызым жоқ дейді, сұрадым жаңа шай басында сұрадым, қызым жоқ дейді. Сәл бүйтіп велосипедке көшіп, бүйтіп жан-жаққа қарап, қыздарға қарап, әңгіме айтып, сондай деген болу керек қой балада. Табайықшы соғын, екеуміз жабылып жүріп бір қыз тауып берейікші соғын. Ай, көздері таппай ма? Ертең әңгімелері жараспай, сен тауып берген қызбен өйтпейді, сіз тауып бергенсіз деп айтып жүреді ғой бетіңе басып. Айтпайды өйтіп, Асылбек үйленгенімізде екеуміз көмектескен жоқпыз ба? Ай, өзі тапты ғой оны. Біз айтқандарымыз менсінбеді да ғой. Не вариант бар енді, бір қыз тауып үйлендірейік ананы. Давай. Бопты, қаяқтан іздейміз? Мощный вариант бар менде. Ассалаумағалейкум, бажеке, қалайсың? Жақсы ма, жағдайлар аман есен ба? Бажеке, наконец-то этот день настал. Зүлпан маған 2-ші қатын әперем дейді ғой. 2-ші қатын ала бер дейді. Кім жаман дейтіндер баяғыда, Зүлпан жаман, мен қатын жаман дейтіндер. Ал не болды соңында? Бәрінен озды бәрін. Бір-екі варианттар бар енді, бажеке, бір-екі варианттар бар. Сөйлесіп жүрген. Алло, ассалаумағалейкум. Объявление бойынша хабарласып тұрым. Жұмысшы керек депсіздер. Опыт керек па? Опытсыз никак болмай ма? Жақсы мейлі. Алло, ассалаумағалейкум. Жұмысшы керек депсіздер, сол бойынша хабарласып тұрым. Опыт бар.
Диплом жоқ. Қазақстанда диплом жоқтар. Мынадан ғой жұмысшылар. Алло, ассалаумағалейкум. Здравствуйте. Рабочий надо? Русский? Русский плохо. Это Казахстан. Бірінші очередь. Казахский надо знать. Алло. Арифлейм? Жоқ, керек емес. Опыт жоқ. Диплом жоқ. Дым жоқ биылдыққа. Тағы да бір жақсы жаңалық болып қалса екен. Мыналар бай осы менсіне ма? Сәл көрпеңе қарап көсіліп, басқа бір үйге барып таныспадық па? Қазақта мощный мақал бар ғой. Қатынама қайнал деген. Балама мощный қайын жүрді берейін деп адым да. Жүр, сен ап танысып танысады ғой. Барып қойдық жүр. Ремонтты өлтіріпті, ә? Қатар жіберіпті. Натижный потолоктарын қарсай. Мына люстраның өзі әжептер тұрады ғой, білесің ба? Ингера қалайсың? Иә, келіңдер. Келіңдер болғанда не? Шай үстінде отырып бір сөйлессек. Мынандай күн ыстықта қандай шай? Әшейін мұздай су ішесіңдерші. Онда суға тойлағанбысың да. Неге, әңгімемді айта берейін. Эльмира, сен қызың бар екенін білеміз. Әдемі, өзі сазандай. Енді қазақта сөз бар ғой, үйренісіп қалған жау атыспаққа жақсы дейді да. Мынау Зүлпәнді танисың ғой, өзің Зүлпәнді біздің ауылдың өскен, өнген әулет екен семьясының. Сол енді осы Зүлпәнда баласы бар, өзінің. Өзі сұлу, томпиған, красавчик. Соны енді мен ойлап атырым да енді. Сіздерде қыз бар, бізде ұл бар дегенде екеуін таныстырып, табыстырып, семья қылып, былай. Менің қызым қалада оқуда. Сендердің ұлдарың оқыған ба өзі? Оқыған, иә. Аттестаты бар. Иә. Нет, сыпыруға ба бірдеңе түсейін деп атқан еді ғой? Түсейін деп тұрып, не қалды ғой? Түсіреміз ғой, өмірі алда ғой. Үйленіп те оқи береді мысалы. Орта білім ба? Орта білім ба? Деп қояды ғой. Бір сәл бір ықтияттап, кішкене шай беріп, күтіп алса болады ғой. Неме ол? Айтақ қояды ғой. Негізі жаман байлар, негізі үйсіп байыды ғой, білесің ба? Тасым едім ғой. Ішімге ештеңе бермей, біз құсап, мә деп шашылмайды да. Болмайды ондай негізі. Мен бай болсам бар емес па, я? Кәдімгіше, тәкаппар болмай кәдімгі деп жүретінім ше, иіліп жүретінім. Қарапайым, өте сондай қарапайым болады. Қарапайым, өз семьялары сондай жақсы адамдар бір отбасы бар да. Бар ма? Таныстырайын болса келіншекпен, қыздары бар олардың, нандай қыздары бар. Жаңадан бері айтпайсың мен, звондап қойшы. Жүрші кешік барайық. Шығайықшы айдың ауласынан. Андай мысы жаман екен. Айлығы 80 мың. Рахметін айту көр. Ой, болдыға рахметін айтып. Кәдім беш барма қылып, үйде зор тамаққа күтіп жіберем сізді. Сен түсінбедің ау, шапкасын беру көр. Қанша? 2 мың. 2 мың? Ой, 5 теңге берем аға. Кіргізсеңші мен жұмысқа. 2 мың доллар. 2 мың доллар? Не жұмыс ол? 1 миллион теңге ма почти? Ой, маған айлығым 80 мың болса. Еще 1 миллион теңге берсем сізге. Не болады? Жігіттер, болмайды ма жүрсіз? Екінші қатын алу керек. Мен сияқты екінші қатын алу керек сендерге. Тоқал алу керек. Не жүрсіз ол? Қалай етін онда еліңе? Қалай айтам, барамда Зүлпән дедім. Мен тоқал алам дедім, Зүлпән. Ләммейім деген жоқ мен алдыма келіп тұрттағына. Ештеңе дей алмады. Зүлпән мен алам дедім. Болды, неғып жүзді айтса. Алам мен. Екінші қатын алу керек. Ғайып, молодец сен, еркексің сен. Конечно, баяғыда ата-бабамыз дейтін 4 қатын алған. Хотя бы 2 алуымыз керек қой, біз хотя бы 2 алуымыз керек. Үйге барып айту керек. Үйге барып айту керек. Айту керек бетіне басып. Айтамыз. Шайдан алып отырыңыздар. Алып отыр. Нема қыздарыңыз оқыған ба? Оқыған. Қай жақта оқыған? Мектепте енді бітіріп жатыр. Орта білім екен ғой, орта білім. Сол оқуға түсірсек па деп отырмыз. Жарайды, Гүлжан, біз тұрайық онда кеттік.
ойбай тұрайық деген емес, енді ғой келгенде танысып білісіп не қылайық та. Через WhatsApp телефон-ақ танысып неғылып білісе береміз ғой. Кеттік тұрайық біз Гүлжан. Нан ауыз істеп келсек. Отырсаңыздар, ет тасып жатырмын ғой. Ет тасып жатырсыз ба? Бір айналып келіп жеп кетеміз етті. Жақсы, рахмет, аман болыңыз, аға. Братан, енді қолыңыз ұзын ғой. Бір жұмыс тауып берсеңізші. Жұмыс дейсің ба? Жұмыс болғанда жұмыс бар. Бірақ шетел асымыз керек болады. Бір-екі қол жинаймыз да, атыс қой көріп, бір-екі жерде атысамыз да қайтып келеміз. Атысып? Шен көрініп, бір-екеуін атсаң болып, жетеді сол. Точно қайтып келеміз ба? Енді ол өзіңе байланысты ғой енді ол. Нормальный тығылып атыссаң қайтып келесің. Братан, не жұмыс ол? Ойнап айтамын. Ойбай, қорқып жібердіңіз ғой, братан, бәзі сөйтсеңізші. В общем бар ғой, мынандай ғой жұмыс. Местоположение жібереміз. Сен заттарын апарып алып қоясың, и фотоға түсіресің де бізге жібересің. В общем, не ғой? Курьер ғой қазіргі тілмен. Курьер ма? Иә. Сөйтіп, бір 10 заказ апарасың да, күнде 80-100 мың теңге смело табасың, короче. Күніне? Иә. Адал жұмыс па әйтеуір? Адал болғанда енді, адал жолмен ондай ақша табу мүмкін емес қой бауырым қазіргі заманда. Болмаса өкіметтің жұмыстарын білесің, 80-100 мың теңгеге бір ай пахать етеді адамдар. Осылай көтерілу болу керек қой тез-тез. Қой, братан, ол күніне ондай ақша табам деп 11 жылға сотталып кетуге желаң жоқ. Одан қайта, айына сол ақшаны тауып, 11 жыл бостандықта жүрмейін ба? Өзің білесің енді, өзің көресің. Жақсы онда. Қой, жақсы, братан, онда. Не болды, тәка парланып? Сәл бір нормально сөйлесең болады осы жерде. Енді өздері де дастарханға бір тоқашпен көмжекерден басқа ешнәрсе қоймаған. Өзің жағдайың сұмдық ба еді? Енді сәл жоғарылау ғой енді одан. Үйді кішкене әктеп, тазалап сөйтіп қойса болады ғой. Енді біз аяқ асты барып отырмыз ғой. Соншам көзін бүйтіп, қандай деп. Бір минут звондап отыр. Алло? Қандай Арман? Қойш? Натури ма не? Давай! Аруға келдік кеп дейгі. Қойшы! Жүріп жүрген қыз бар өдейм бірнен. Жұмыс таппай өлетін шығармын мен. Жаңа Қазақстан. Кән жұмыс. Тым жоқ. Нау не болып жатыр? Интернетін қосайшы бұны. О! Тоже жақсы жаңалық. Бірақ маған көп ақша керек. Родной, қалайсың? Ойма, сен жетпей тұрың енді. Че там? Қалайсың? Қалайсың? Че там? Не істеватсыңдар? Не жұмыс? Не тіршілік? Не жұмыс болғанда? Сен жұмыс деп как раз айттың ғой. Тым жұмыс жоқ досым. Не? Үйленіп ағам, бала шағам бағу керек. Жұмыс жоқ дегенде анау трейдинг бір нәрсе істеп жүрсің, бинома бір нәрсе. Ол постоянно жұмыс емес қой ол. Анда-санда жыртықтарым жамап жүреді да, хоббиім ғой әшейін. Маған бір постоянно, бір стабильный ақша тауып тұру керек те. Ауылда жұмыс жоқ болсаң да? Өзің не істеватсың, сықиып киініп алыпсың, туа кетіп жатсың ба? Че ғой, біз күніге осы ғой. Ар бер, туда-суда, анау-мынау шлям дейді. Қой. Ар бер, туда-суда. Не жұмыс істеп жатсың? Шүкір өте істеп жатыр ғой, әйтеуір. Тіршілік. Бала шағаң күн көрсін, қамы деген сияқты. Айтпайды екенсің, ә? Айлығың қанша? Шүкір өте Құдайдың бергені. Алла шүкір, тауып жатыр. Айтшы жасырмай. Англия ғой біздікі, шетел. Туда-суда, шетел, метел. Бақ қайтамыз. Англия? Не істейсің Англияда? Англияға барамыз, клубника тұрады, клубника тереміз. 1 жыл тересін, ақшаны шлемдеп табасын, Қазақстан келетесің, жаратасың, жүресің, киінесің, қайтасың, короче. Айна қанша табасыңдар? 4 миллион, 2 миллион көлемі. Бір айда ма? Жылына емес шығар. Айына, короче, 2 миллион табасын, Қазақстанға келесің. Досым, онда бізде тартсай жұмысқа. Тірлігі бұл, документі көп. 1-2 айдың көлемінде документ турлап кетесің. Егер сен действительно барам деп ататын болсаң, бүгін кешкене хабарын айт, WhatsApp'та білесің, номерін білетін жерсің. 5048. Соған хат жазасын, WhatsApp'тан шығасын,
сөзінде барам ереке осылай деп айтып қой. Документін турлайсың, 1-2 айдың көлемінде, короче, кетесің. Не? Оған опыт керек, диплом керек демей ма? Опыт, еш нәрсе керек емес. Бәрін өзіміз үйретеміз. Бұл қалай болады екен? Бұл шок состояниеде тұрмын ше қазір. Я. Өля! Құтты болсын, Құдай қаласа. Аш көріп қояйын, бір көріп қояйыншы кәні. Өля! Өзімнен айнымайдың. Арманымдағы, қиялымдағы келін болды ғана. Құтты болсын. Құтты болсын. Құдай қаласа құтты келін болатын болды ғой. Арухан қайда айтпайсыңдар ма? Келін дегенде дүрілдетіп музыкамен күтіп алатын қойдасың, күшті қылып. Келініңіз еркелетіп отырсың ба, абысын десей? Ту, қайып осы мұртың деп болмайтын приколдарын жас келіннің алдында айтпашы, айналайын. Соны айтам, айналайын. Дайындатсаңдаршы, ертерек ана ошақ қастардың бәрін дайындамайсыңдар ма? Қастардың бәрін дайындап қоймайсыңдар, келін деген кәдімгі дүрілдетіп күтіп алу керек еді ғой. Абысының ғой. Азаннан бері зарлап қоймадың ғой сен екінші әйел деп, сосын әкелген жоқпын ба сен әуре болмасын деп. Қалай? Тақал. Гүлжан, не айтып тұр? Мен құлағым шалыс естіп тұрмын ойлай. Түсінбе оңға бетінен ұш мен Гүлжан. Гүлжан, не айтып тұр, айуан? Тоғалап келдің ба сен шынымен? Сен тетек боқ қағасың ба, қайып? О, айуан, еркек емес сез. Мен абыройсыз қылып, әулеттің алдында, бүкіл елдің алдында тындыратын болдым, көшеде қайып жүрем енді мен. Айуан, Гүлжан, мен саған негіз қызығам ше. Мен сен енді түсініп жатырмын ғой. Бұл еркектер деген айуан. Өлтіретін болдың ғой мен сен. Тоғала келіп тұрған тентек боқ қағасың ба? Өзің бір нәрсе деші, Гүлжан. Жоқ, ажырасайын десең бар ғой. Ажырасайын десең, әулетке қарап ет боласың. Ажыраспайын десең, бұл еркектер жауапкершілік деген білмейді ғой, айуан. Мынау жапсасы болып, мынау Осындай қыздарға таң қалам. Өзіңмен жасты кішкене сүт жігіттер бар ғой, неге сондайға тимейсіңдер? Мына бәле қай жеріне қызықтың? Болашақтарыңды ойламайсыңдар ма? Бала шағасы бар, түрі албассыздай көрініп тұр ғой мынаның. Үйленген екенін көрініп тұр ғой мынаның. Мынада ғой бәле. Мынада ғой бәле. Шашын. Енді өзің айтқан жоқсың ба? Жұмыс істе деп. Сонда қанша уақытта кетіп баратсың? 6 ай, 9 ай, может, жыл. Жыл? Сонда балаң еңбектеген кезде бірақ келмекшісің ба? Енді ақшаны кім табады? Асырамайын ба үйді? Жоқтан жіберіп отырам. Асылбек, сен үйтіп асырамай-ақ қой. Мен не істеймін? Мені қоя берші. Балаң не істейді? Не істейміз дегеніңіз? Мама бар ғой үйде. Жалғыз емессіңдер ғой. Қойшы. Сен кететін болсаң, мен де кетем. Gündüzde, tünde de seni özledim. Kimsin sen, kaynasın, sonu bildim.